Рамазанда тарауих намаздары мечітте имамдың арқасында оқылсын деп ең бірінші ушу сүннетті баштаған сахаба. Рамазандағы тарауих намазы 8 рекеттен қараушылар мечітте, қараушылар үйінде оқитылы. Пайғамбардың дәуірінде, Hazreti Abu Bakır'дың дәуірінде. Hazreti Umar'дың дәуіріне келген учурда тарауих мындан кейін сөзсіз мечітте оқылар. Ким жетишпей қалса жұмыс жасап үйінде оқысын. Мечітке келгеннен кейін дағы 8 рекет емес 20 рекет оқимыз дейді. Ошондон баштап тарауихтың 20 рекет сүннети бұл Hazreti Umar'дан башталған. İslam'da el-bid'a hasana ve seyyi'a. Жақшы bid'at және жаман bid'at деп екі bid'at бар. Жақшысы жақшы ойлап пайғамбардан кейін пайда болған нәрсе. Бірақ жақшы бола тұрған болса елші береміз. Жаман бола тұрған болса елші береміз. Hazreti Umar ең илимдүү, адилеттүү падыша пайғамбардың дәуірінде болмаған нәрсені ойлап табады. Бұл учурда пайғамбардың тәрбиясын алған, тәлімін алған сахаба жалғыз Умар емес эле. Умарға 100 жылдап сабақ беріп отырған Абдуллах ибн Мас'уд деген фикхты қиын білген сахабалар тирүү болчу. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мақтаған Hazreti Али бар болчу. Бирок ошолордун бардыгы макул падыша айткан болсо бүгүндөн баштап мечитте окуйбуз, макул 20 рекет окуйбуз дейт. Тилекке каршы бүгүн бизде кээ бир Google шейхтен окуп алган, интернеттен окуп алган, орысшадан маалымат алган, башкаган кээ бир туугандарыбыз 8 рекет окугандан кийин бұл Умардың ойлап тапқан деп нешін қаттық жауап шығып кетеді. Умардың ойлап тапқан біздер айтып атабыз. Бирок ошол Умардың егер кыйшайган жери болса, сахабалар Hazreti Umar падыша болгон учурунда айтат. Урматтуу мусулмандар, бүгүндөн баштап мен падыша болдум дейт. Эгер түз баратсам мени элчи киле. Эгер кыйшайсам десе сахабалар, "О Умар, эгер кыйшайсаң түздеп кое турган кылычыбыз бар" дейт. Hazreti Umar андай болса мен коркпостон падыша боло берем, кыйшайган жеримди оңдойт кесиңер, түздөйт кесиңер дейт. Hazreti Umar эгер ушул жерде 8 рекетти 20 рекет кылып туура эмес бидатты баштаганда, бүгүн сен орусудан маалымат алган бир тууганым эмес, ошол доордогу Халид ибн Валид болчу. Hazreti Umarдан кийин. Абдуллах ибн Мас'уд бар болчу. Абдуллах ибн Мас'уд айтат, пайгамбардан кийин мага Кур'ан үйрөтө турган адам жок дейт. Пайгамбардан кийин мага Кур'андан сабак бере турган адам жок дейт. Эгер бар болгондо жөнмөлөп барып сабагын алмакмын дейт. Пайгамбардан кийин илим ала турган адам таппай калган бул Абдуллах ибн Мас'уд. Бирок ошол Умардын 8 рекеттүү намазды 20 рекет кылганда унчукпай коюп атат. Эми силер аман эле болгула. Бүгүн 8 рекеттен кийин эшикти каттык жаап чыгып кетип аткан кээ бир туугандар колду көкүрөккө коюп талтайгандар угуп алгыла. Hazreti Umarдан кыйын болсам, Абдуллах ибн Мас'уддан кыйын болсам, Умарга каршы сөз айтып, мына ушинтип кете бергиле.